Өзбекстан тарихи жетістіктің алдындаdır. Елдің ұлттық құрамасы алғаш рет футболдан әлем чемпионатына жолдама алуға жақын. Бар болғаны 2 матч және жылдар бойы армандаған мақсаты орындалуы мүмкін. Тимур Кападзе шәкірттерінің мүмкіндігі қандай? Оны осы видеода талдап көрейік. Өзбекстанның 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу турниріндегі жолы. Өзбекстан Біріккен Араб Әмірлігінің қақпасына жауапсыз бір допты ұтып жеңіс тойын тойлады. Ал Солтүстік Корея мен Қырғызстанды 2 рет тізе бүктірді. Алайда Қатардан 3-2 есебімен ұтылып, Иранмен 2 рет тең түсіпті. 25 наурызда Тегерандағы Озоди стадионда өткен кездесу 2-2 есебімен аяқталды. Іріктеу кезеңінің 8-ші турының матчында Өзбекстан құрамасы 2 рет алға шыққанымен жеңісті қолдан жіберіп алды. 16-шы минутта жартылай қорғаушы Хажимат Эркинов есеп ашты, ал 52-ші минутта ирандық шабуылшы Мехди Тареми таразы теңестірді. Арада 1 минут өткенде Өзбекстанның жартылай қорғаушысы Босбек Файзуллаев айып добын орындап, командасын алға шығарды. Дегенмен 83-ші минутта Тареми екінші мәрте көзге түсіп, командасының бір ұпай алуына жағдай жасады. Осылайша 8 ойыннан кейін Өзбекстан құрамасы 17 ұпаймен топта 2-ші орында тұр. 6 матчта жеңіске жетіп, 2 кездесуді тең аяқтаған Иран аяқдопшылары алда келеді. Ал үздік үштікті 13 ұпайы бар Біріккен Араб Әмірлігінің футболшылары түйіндеген. Енді Өзбекстанды алда 2 маңызды матч күтуде. 5-ші маусымда сырт алаңда Біріккен Араб Әмірлігімен және 10-ші маусымда өз алаңында Қатар құрамасымен күш сынасады. Әлем чемпионатына жолдама алу үшін не істеу қажет? Өзбекстанның әлем чемпионатына шығу сценарийі өте қарапайым. Егер 5-ші маусымда олар Біріккен Араб Әмірлігі аяқдопшыларынан жеңілмесе, онда жолдама қалтада деп санай беруге болады. Бірақ ұтылған жағдайда 10-ші маусымда Қатарға қарсы өтетін матч тағдыр шешті ойын болмақ. Бұл кездесуде жеңіс әлем чемпионатына жолдама алуға кепілдік береді, ал тең ойын немесе жеңіліс команданы плей-офф ойындарына апару мүмкін. Құрамаға кім жетекшілік етеді? 2025 жылдың 22 қаңтарында Өзбекстан құрамасының бас бапкері болып Тимур Кападзе тағайындалды. Ол денсаулығына байланысты қызметтен кеткен словениялық маман Сречко Катанецтің орнына келді. Өзбекстан футбол қауымдастығы Кападзенің бапкерлік дарынын, жауапкершілігін, команда мүшелері арасында беделін және жоғарғы мақсаттарға ұмтылуын ерекше атап өткен болатын. Ол Өзбекстанның жастар құрамасын алғаш рет Олимпиада ойындарына шығарды, ал енді өзбек футболының ең үлкен жетістігіне қол жеткізуге ұмтылуда. Кападзенің тактикасы тәртіп және жас аяқдопшыларға сенім. Ол 3-4-3 схемасын қолданады. Бұл шабуыл мен қорғаныста мықты ойнауға мүмкіндік береді. Ал енді Өзбекстан құрамасының басты жұлдыздарын атап өтейік. Абдуғадир Хусанов, Манчестер Сити қорғаушысы, тарихтағы ең қымбат өзбек футболшысы. Оның француздық Ланстан Сити клубына ауысуы 50 миллион евроға бағаланды. Қорғаушы жоғарғы жылдамдықпен, доп үшін соңына дейін күресетіндігімен және тіпті Пеп Гвардиола атап өткен қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Босбек Файзуллаев, ЦСКАның жартылай қорғаушысы. Ол жоғарғы тиімділік көрсеткішіне ие. Файзуллаев алаңда жүргенде голдар мен қауіпті сәттердің болатынына күмән жоқ. Аббос өзінің қарапайым дене бітіміне қарамастан баспен де гол соға алады. Хусанов сияқты оны да тәрбиелілігі ерекшелейді. Файзуллаев жомарт адам. ЦСКАға ауысқаннан кейін ол бүкіл командаға және тіпті жанкүйерлерге арнап палау дайындаған екен. Эльдор Шамуродов, Рома шабуылшысы, капитан және команданың үздік сұрмергені. Оның ұлттық құрама сапында соққан 41 голы бар. Шамуродовты керемет жанқиярлық ерекшелендіреді. 2019 жылы Ресейдің Ростов сапында өткен матч барысында ол басын жарақаттап, қанға малынса да ойынды жалғастыра беріпті. Тіпті жүзуге арналған резеңке бас киіммен гол соғыпты. Кейін Ростов клубы бұл аксессуарларды Эльдор бас киімі деген атаумен сатылымға шығарған. Бұл ойыншылар шабуыл мен қорғаныста маңызды рөл атқарады. Бастысы Тимур Кападзе қалыптастырған командалық үйлесімділік. Әлем чемпионатына қай елдер жолдама алып үлгерген?
ақш, Канада, Мексика мундиалдың қожайындары болғандықтан жолдамаға таласпайды. Ал іріктеуден сәтті өткен алғашқы ұлттық құрама Жапония. Одан кейін Жаңа Зеландия. Қазіргі әлем чемпионы Аргентинада атағын қорғайтын додаға жолдаманы алып үлгерген. Сондай-ақ Иран аяқ допшылары да оған қол жеткізді. Ал Өзбекстанның осы тізімге қосылу мүмкіндігі 96%. Егер Өзбекстан әлем чемпионатына жолдама алса, олар футболдағы алпауыттармен бірге бір топқа түсуі мүмкін бе? Мысалы, Бразилия, Франция, Германия немесе Испания секілді командалармен. Алайда жребе сәтті түссе, Өзбекстан тең дәрежелі қарсыластармен бір топта өнер көрсетуі мүмкін. Пікір жазыңыз. Сонымен қазір Өзбекстан әлем чемпионатына жолдама алуға жақын. Команда тарихқа өз есімін жазуға дайын. Бұл арманы орындала ма? Мұны маусым айында білеміз. Ал сіз әлем чемпионатына Өзбекстан аяқ допшылары жолдама алатынына сенесіз бе? Спорт Пульс Лайф арнасына жазылып, пікір қалдырыңыз.